Зина ауыр күнә. Қараңғылық дәуірінде жын ойнағына үйренген жас жігіт Алла елшісіне алейкум ассаламға былай деген екен: «Ей Алланың расулы, маған зина жасауға рұқсат берсең», дейді. Сонда пайғамбар алейкум ассалам: «Сенің анаңа біреу осындай нәрсені жасағанын қалар ма едің?» дейді. Жігіт сонда: «Әке шешем сенің жолында құрбан болсын, ей Алланың елшісі, әрине қаламаймын» деп түйсінеді. Ешқандай адам анасына мұндай жиіркенішті әрекетті қаламайды. «Сенің қызың болса, оған осындай нәрсенің жасалғанын қалар ма едің?» деді. «Жаным саған құрбан болсын, ей Расуллах, еш қаламас едім», дейді түршігіп. Ешбір жан да қызына мұндай тілемес еді. «Ал әпкелеріңе осындай нәрсе жасалғанын қалар ма едің?» дейді. Жоқ, пайғамбар, мұны да қаламаймын», деді жігіт. Ешкім де әпкелеріне мұндай сорды қаламайды. «Қарындастарыңа ше, оларға осындай жамандықтың жасалғанын қалар ма едің?» Жоқ, қаламаймын, пайғамбарым». Ешкім де қарындастарын қасиетті душар еткісі келмейді. Пайғамбарымыз алейкум ассалам қолын жігіттің жүрек тұсына қойып: «Аллам бұның күнәсін кешір, жүрегіндегі жамандықтар тазала, намысын сақтауға жәрдемші болшы» деп дұға етеді. Адамзаттың елшісі алейкум ассалам жігітке ашуланбай, әкелік мейірімін танытып, зинақорлықтың жиіркенішті екенін өмірдегі мысалдармен түсіндірген еді. Аллаға басын иген пенде Алла жар болсын. Намаздарыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын, ағайын.